Әйел қателесіп басқа бөлмеге кіріп кетіп, сол жерде бай отбасының жігітімен кездейсоқ танысады. Бірақ сол кішкентай ғана қателік үлкен оқиғаға ұласады. Ертесі әйел жүкті екенін біліп, қатты абыржып қалады. Екеуінің арасында ешқандай сезім жоқ еді. Сондықтан бұл күтпеген жағдай оларды не істерін білмей қалдырды. Ал осыны естіген бай әженің қуанышында шек болмады. Ол немересін 1 жыл ішінде үйлендіріп, бала сүйгізу жайында қатты уайымдап жүрген. Енді бәрі бірден шешілгендей болды. Алайда дәл осы кезде Ли Джиян Мэй Инді ауруханаға ертіп келіп, түсік жасатпақшы болады. Себебі Ли Джиянның жүрегі шетелге кеткен ақ арманы Шилоға байланған еді. Мұны Мэй Инде жақсы білетін. Ол құрсағындағы бала олардың махаббатына кедергі болсын деген жоқ. Сол үшін Ли Джиянның өтінішімен баланы алдыруға келіседі. Бірақ тексеріс кезінде Ли Джиян алғаш рет баланың жүрек соғысын естиді. Сол сәт оның ішкі дүниесін төңкеріп жіберді. Бұл менің балам. Мен қалай оны өлтірмекпін? Ақыры ойлағаннан айнып, операция бөлмесіне қарай бар күшімен жүгіріп жетеді. Дәл осы кезде Мэй Иннің анасы да жетіп келіп, бәрін қате түсініп, Ли Джиянға ашуланады. Артынша бай әже де келіп, ол да дәл солай ойлап, баласы алынды деп қатты ашуланады. Екі жақтан ұрыс естіген Ли Джиянның жаны шығады. Баланың аман екенін білген соң барып, бәрі сабырға келеді. Баланы дүниеге әкелеміз деп шешкенімен, Ли Джиян Мэй Инге үйленгісі жоқ. Ол тек бала үшін ақша төлеп, жауапкершілік алғысы келеді. Бірақ әжесі Ли Джиянға келіспейді. Ол үшін бұл армандаған үлкен мүмкіндік, сондықтан не де болса немересін үйлендіру керек. Ақыры Ли Джиян өз кінәсін сезініп, үйленуге келіседі. Сол күні ақ той жасалады. Той алдында Ли Джиян шетелдегі Шилоға қоңырау шалады. Қыз оның дауысына қатты қуанып, кешірім сұрайды, сағынышын айтады. Бұл сөздер Ли Джиянның жанын жегідей жейді. Бірақ ол қазір Мэй Ин мен баласы үшін жауап беруі керек екенін біледі. Тек үйленетінін айтамын дегенде, Шило бүгін армандаған үлкен сахнасына алға шығатынын айтып, сәттілік тілеп қоюын сұрайды. Осы сөздерден кейін Ли Джиян айтпақ ойын жұтып қойып, тек оған шын жүректен сәттілік тілейді. Той басталғанда оның жүзінде қуаныштың ізі де жоқ, тек шарасыздық бар еді. Дегенмен олар көпшіліктің алдында ант беріп некелеседі. Ли Джиян бұрыннан дайындап қойған неке сақинасын Мэй Инге тағады. Ал Мэй Ин сақинаны көріп шошып кетеді. Бұл сол Макаода ит қуып жүріп әзер тауып алған сақинасы еді. Бұл сақина ақыры өз иесін дәл тапқан екен. Тойдан кейін Мэй Ин әпкесінің күйеу балаға айтқан сөздерін еске түсіріп, бір оқиғаны Ли Джиян қате түсініп қалады. Пак мырза оларға араласып, Мэй Ин күйеуге шыққан соң аралдағы сабын фабрикасы құтқарылғанын айтып, алғысын білдіріп, Ли Джиянға бір ерекше сыйлық береді. Дәл осы сыйлық олардың өмірін төңкеріп жібереді. Ли Джиян үйге келіп сыйлықтың не екенін көрген соң, әпкесі мен күйеу баласының сөздерін есіне алып, бәрін қате түсінеді. Ол Макаодағы кездейсоқ танысу, шын мәнінде алдын ала жоспарланған Мэй Ин мен Пак мырза бірігіп жасаған қулық деп ойлайды. Осы ой оның ызасын тудырып, бәріне кек сақтай бастайды. Ал ештеңеден хабарсыз Мэй Ин жаңа өміріне үмітпен қадам басады. Бірақ ерінің қырсық мінезін көріп таңғалады. Ли Джиян оның бөлмесіне кіргеніне, құпия бөлмесіндегі видеоларын ашқанына ашуланады. Одан кейін келісім шарт неке ұсынып, бала туғаннан кейін оған 10 миллиард беріп кетуін талап етеді. Тек аты ғана жұбай боласың, іс жүзінде отбасы болмаймыз дейді. Мэй Ин бұл шарттарды қабылдамайды. Ол Ли Джиянға Макаода ең қиын сәтте көмектескенін, оның қолынан ұстап шыққан сол сәтті ешқашан ұмытпағанын, соған шын жүректен сүйеніп бірге өмір сүргісі келетінін айтады. Бірақ Ли Джиян әлі де оны өтірікші деп ойлайды. Мэй Ин тек баласын алып кеткісі келді. Мэй Ин жалғыз өзі сыртта мұңайып отыр, өз болашағына қатты алаңдап отыр. Дәл осы сәтте анасынан қоңырау келді. Мэй Иннің даусынан қызының көңілсіз екенін бірден сезді. Сондықтан дереу Ли Джиян оны ренжітті деп ойлап, бүкіл отбасын алып, Ли Джиянды сабағалы барайын деді. Мэй Ин бәрі жақсы екенін түсіндірді. Әжесі мен Ли Джиян өзіне өте жақсы қарайтынын айтты. Күн сайын өзін ханшайымдай еркелетіп өмір сүріп жүргенін жеткізді. Мэй Ин күлкісі жасанды болғанымен көзінде жас толы еді. Артта тығылып тыңдап тұрған Ли Джиянның көңілі сан түрлі сезімге толды. Жаңағы әңгімеден соң ол Мэй Иннің Макаодағы оқиғасы тек бір кездейсоқ жағдай болуы мүмкін деп ойлай бастады. Мұндай мейірімді қыз Пу мырзамен бірігіп, өзін сататын әрекетке бара қоймас еді. Отбасы үшін шыдап, шын ниетімен бәрін айтатын қыз қастандық ойлайтын адам болуы қиын. Осылай ойлаған Ли Джиян бар ашуын түгелдей Пу мырзаға аударды. Сол сабын, зауытын басқаға сатып жіберді. Алайда Ли Джиян күні бойы Мэй Инге салқын қабақ танытумен болды. Әжесі мұның арты жаман болатыннан қатты қорықты. Солай кете берсе басқа туыстар компанияны тартып алады деп уайымдады. Ашуға булығып, Ли Джиянға Шилоны ұмытып, Мэй Инмен дұрыс өмір сүр деп ақыл айтты. Әжесі тіпті ауырып жатып қалды. Бірақ Ли Джиян бір қарағаннан бұл әдейі жасалған айла екенін түсінді. Расында да солай еді. Ли Джиянды Мэй Инге жақындату үшін әжесі осындай амал қолданды. Ли Джиян мен Мэй Инді бірге құрсақ тәрбиесі сабағына жібермесе, өзі жазылмайтынын айтты. Ли Джиян амалсыз келісті. Ол білмегені әжесінің осы қадамы Ли Джиянның шын мәнінде Мэй Инге көңіл бөлуіне себеп болды. Құрсақ тәрбиесі сабағында күйеулер жүкті әйелдеріне массаж жасау керек. Ли Джиян жай ғана қол қимылдап құтылмақ болды. Бірақ ұстазы өте жауапты адам еді. Ли Джиянның жалқаулығын көріп, оларды жұп ретінде алдыңғы орынға шығарып, үлгі ретінде көрсетуді талап етті. Бәрінің көзінше Ли Джиян амалсыз ұстаз үйреткендей Мэй Инге массаж жасай бастады. Мэй Ин іштей мәз болды. Дәл осы кезде ұстаз аса қуанып, сабағымыздың маңызды бөлімі кеуде массажына көшеміз деп хабарлады. Ұстаз бар
барлық күйеулерге әйелін арт жағынан қалай дұрыс уқалау керегін мұқият түсіндірді. Ли Джияның ашуы келіп, не істерін білмей қалды. Ұзақ уақыт бойы қолын қояр орын таппай сасқалақтады. Мэй Иннің көңілі де қобалжулы еді. Ли Джиян арт жағынан қолын созды. Бірақ шын массаж жасаған жоқ. Ауада ғана қалтырап тұрған алақандарынан тер бұрқ ете түсті. Мұны байқаған ұстаз қатты ашуланып, Ли Джиянға болашақ баланы ойлау керек екенін айтты. Қазір жасалып жатқанның бәрі бала үшін деді. Артық шыдай алмаған ұстаз Ли Джиянға өзі қолымен үйрететін болды. Мэй Ин бұл сабаққа қатты риза еді. Баланың әкесімен бірге балаға пайдалы әрекеттер жасау оған өте ұнайтын. Мэй Иннің аңғал, таза күлкісіне қарап, Ли Джиян қазір ғана жақсы сезініп тұрғанын мойындады. Дәл осы сәттен бастап, Мэй Ин Ли Джиянның жүрегінде орын ала бастады. Компанияда жүргенде де ол кенеттен Мэй Инді ойлап қалатын болды. Тіпті тамақ ішті ме деп уайымдайтын болды. Өзі бұған таң қалды. Алайда Ли Джиян білмегені, егер ол Мэй Инді бағаламаса, оны дәл қазір мінсіз ер жігіт тартып алуы мүмкін еді. Даниэль дизайнер болатын. Мэй Ин Даниэльмен шіркеуде танысқан. Оны үнемі діни қызметкер деп ойлап, қандай сыры болса да соған айтатын. Уақыт өте келе Даниэль Мэй Иннің мейірімділігін, сұлулығын байқап, екеуі жақсы дос болды. Кешке Даниэль Мэй Инді үйіне жеткізіп салатын. Дәл осы сәтте жұмыстан келген Ли Джиян көріп қалды. Сырттай салқын кейіп танытып, Мэй Иннің талғамын мазақтап, ол қалай діни қызметкер әлде бұзақы сияқты адаммен жақын жүреді деп айтты. Бірақ жасырын бөлмеге кірген соң ашуға булығып, Даниэльдің әйелімен неге сонша жақын екенін айтып, аузы басына келгенін айтты. Осы кезде Ли Джиян Мэй Инге жылып келе жатқанда, шетелдегі Шило қоңырау шалды. Оның концерті аяқталып, жақында қайтатынын, кездесуді асыға күтіп жүргенін айтты. Ли Джиянның бетінде шарасыздық пайда болды. Дәл осы сәтте ол өзі үйленгенін айтуға бекінді. Бірақ сол кезде душтан Мэй Иннің айқайы шықты. Ли Джиян бірден телефонды сөндіріп, жүгіріп барды. Душтағы себезгі суды шектен тыс атып жіберіп, басқара алмай кетіпті. Ли Джиян үлкен күшпен әрең тоқтатты. Екеуі де су болып қалды. Мэй Иннің тоңып дірілдегенін көрген Ли Джиян ұрыспай, тезірек сүлгі алып орап қойды. Бұл мейірімді сәт Мэй Иннің жүрегін баурап алды. Ал алыстағы Шило абдырап қалды. Өйткені Ли Джиян ешқашан оның қоңырауын өзі үзбейтін. Шило білмегені, бір рет Ли Джиянның ұсынысын жіберіп алса, өмір бойы жіберіп алатынын білмеді. Көп ұзамай Ли Джиян бұл аңғал, ақымақтау қызды шынымен жақсы көріп қалғанын түсінді. Оның күлгеніне қарап күлетін болды. Оның жоқтығынан көңілі түсіп, бос қалатын болды. Бірге жасаған әр ісі ерекше бақыт сыйлайтын болды. Бұрын құрсақ сабағында жұбайлар алдында ұялып, абдырағандары енді сол жұбайлардың қызғанышын тудырды. Екеуі тым үйлесімді, тым бақытты болды. Осындай жағдайда Ли Джиян мен Мэй Ин арасындағы сезім ғажап жылдамдықпен нығая түсті. Мэй Иннің диванда ұйықтағанын көрсе, оған жаны ашып, кейде жасырын көтеріп төсекке апарып жатқызатын. Таңертең оянғанда екеуі бірге бақытқа толы суретке түсетін. Ли Джиян Мэй Инді сүйген соң оның барлық жақындарын да жақсы көре бастады. Ол Мэй Иннің анасымен және оның құрбыларымен бірге еш пысылмай би билейтін болды. Көпшілік алдында Мэй Инмен бірге махаббат әндерін айтатын болды. Мұны көрген Мэй Иннің анасы қызы жақсы күйеуге, жақсы жанұяға шыққанына толық сенді. Анасы Бұдан былай Ли Джиянды туған баласындай көріп, бала кезден ана мейірімін сезбей өскен оны қайтадан ана мейіріне бөлегісі келді. Ли Джиян аяқ астынан сыйға келген осы мейірімге мас болып отырған кезде оған кенеттен қоңырау келді. Бұрын өзі сатып жіберген Мэй Иннің туған жеріндегі сабын зауыты қоқыс жиналатын жерге айналатынын айтты. Ли Джиян Мэй Иннің өз туған жерін қалай мақтап айтқанын анық есіне түсірді. Егер Мэй Иннің туған жерін қоқыс полигонына айналдырса, әсіресе оның себебі зауытты өзі сатқаннан болғанын білсе, онда Мэй Ин де, оның ауылындағы барлық адам да оны кешірмей, тіпті өлтіріп жібергісі келуі мүмкін. Сондықтан Ли Джиян трагедия орын алмай тұрып, бәрін түзетуге тиіс болды. Телефондағы әңгімені Мэй Ин ести жаздады. Абырой болғанда Ли Джиян шапшаң әрекет жасап, әшкере болып қалудан аман қалды. Бірақ жаңа ғана Ли Джиян Мэй Инді құшақтаған сәт Мэй Иннің жүрегін ертіп жіберді. Ол мұны Ли Джиянның өзіне көрсеткен мейірімді махаббаты деп ойлады. Келесі күні Ли Джиян асығыс зауытты сатып алған қожайынды іздеп тапты. Бірнеше есе айыппұл төлеп, Мэй Иннің туған ауылын аман сақтап қалды. Қайтып келе жатқанда ол өзі шешіп тастаған неке сақинасын қайта шығарып, еш ойланбастан қолына салды. Осы сәттен бастап ол Мэй Инмен арасындағы некені жүрегімен қабылдады. Бірақ дәл сол кезде Мэй Иннің ойы өзгерді. Өйткені ол интернеттен туған жерінің қоқыс полигонына айналатыны туралы жаңалықты көріп қойды. Бұл оған мүлде сенуге келмейтін жағдай болды. Ол Ли Джиянды сөзінде тұратын, туған жеріне қамқор бола алатын жақсы адам деп сенген. Ли Джиянға деген алғысының арқасында ғана еш өкінбестен оған тұрмысқа шыққан. Енді қараса, бәрі жалған болып шықты. Ли Джиянның бейнесі Мэй Иннің көз алдында әп-сәтте құлады. Ол мұңын Даниэлге айтып, Ли Джиянның шын мәнінде қандай адам екенін білмейтінін жеткізді. Дәл осы кезде Ли Джиян Мэй Инді іздеп келді. Даниэл бірде мәселені шешудің жолын табамын деді. Ашуға булыққан Ли Джиян жүгіріп келіп, әйелін Даниэлдің қасынан алып ашулы түрде, діни қызметкер болсаң да біреудің әйеліне бұлай жақындауға болмайды деп айқайлады. Даниэлдің Мэй Инді айналшықтауы Ли Джиянның қызғанышын тіпті күшейтті. Екі ер адамның дауласа бастағанын көрген Мэй Ин бірден кетіп қалды. Ли Джиян Даниэлді тастай салып артынан жүгірді. Бірақ ол Мэй Иннің неліктен кенеттен қарсы шыға бастағанын түсінбеді. Мэй Инді тыңдамайды деп айыптады. Неге сонша талғамсыз діни қызметкерге жақындай беретініне ашуланды. Жүректегі сөзін айта алмай бар айтқаны Мэй Иннің ішіндегі бала туралы ғана болды. Мэй Ин бірде бір сүйіспеншілік сөз естімеді. Сондықтан ол өзін Ли әулетіне тек бала табатын құрал ретінде ғана керекпін деп ойлады. Баласы болмаса екеуі ешқашан бірге болмас еді. Мэй Ин өзін шектен тыс аңғал сезіне бастады. Ол Ли Джиян өзін бір күні жақсы көріп кетеді деп ойлаған. Бірақ бәрі тек ішіндегі бала үшін екен. Мэй Ин онсыз да қайғырып отырғанда Даниэл оған тағы бір шындықты айтты. Ол шын мәнінде діни қызметкер емес. Мэй Инді алғаш көргеннен бастап бойынан ерекше сәуле байқап, Мэй Иннің қате түсінігін түзетпей, солай жалғастырып келген. Дәл осы уақытта Ли Джиян Мэй Иннің ауылын қорғау үшін аса үлкен шығынға батқандықтан Ли әулеті
әулеті оны қызметтен тайдыруға кіріскенін айтты. Мұның соңы компания президенті лауазымынан айырылуына әкелуі мүмкін еді. Бірақ Ли Джиян еш алаңдаған жоқ. Өйткені жаңа өнімді жарнамалап, сатылымды аспандатып жіберетін бір адамды шақырса, мәселе түгел шешілетін. Ол адамның кім болатынын Ли Джиян еш ойламаған. Дәл осы кезде қатыгез басшы кездейсоқ кезіккен жарына шын ғашық болып қалған еді. Бірақ бір ғана түсінбеушілік салдарынан Золушка Ли Джияннан түңіліп, үйден кетуге оқталды. Бұл Ли Джиянды қатты ашуландырды. Ол қолына енді ғана таққан неке сақинасын қайта шешіп, жүрегіндегі махаббатты басып тастауға тырысты. Түннің ортасында Мэй Ин чемоданын сүйреп, үйден кетіп қалды. Ли Джиян үйде жалғыз өзі Мэй Инге арнап жасатқан тортты жеп, өзін еркін сезінгендей болып айқайлады. Бір адамның өмірі қандай рахат деп үй ішінде есі кеткендей секіріп жүрді. Сырттай Мэй Иннің кетуіне бәрібір сияқты көрінгенімен, шын мәнінде ол өзінше Мэй Инді ойламау үшін түрлі әрекет жасап жүрді. Бірақ бәрібір сәтсіз болды. Ол Мэй Иннің өз жүрегіндегі орнын анық түсінді. Бұрынғыдай жеңіл емес, бір орында тұрған биік таудай салмақты еді. Бірақ соңғы қалған намысы Мэй Инге өзі хабарласуға мүмкіндік бермеді. Тек екеуінің бірге түскен суреттерін қарап, уайымын басуға тырысты. Осы кезде барар жері қалмаған Мэй Инді Даниэл үйіне шақырды. Ол бірінші болып өзіне діни қызметкермін деп өтірік айтқаны үшін шын жүректен кешірім сұрады. Бірақ Мэй Ин бұған қатты ренжімеді. Өйткені дәл сол Даниэлдің ұзақ уақыт бойы тыңдауы мен жігер беруі талай түнде оған жарық сыйлаған еді. Мэй Ин Даниэлдің үйінен көптеген әйелдің суретін көрді. Даниэл ол суреттердегі әйел бала күнінен адасып кеткен туған қарындас екенін, оның аты да Мэй Инмен бірдей болғанын айтты. Сондықтан ол Мэй Инге ерекше қарайтынның бір құпиясы бар еді. Осы кезде Даниэл Мэй Инге ұсыныс жасады. Бұдан былай олар туған бауыр сияқты болуын қалады. Сөйтіп екеуі ағалы қарындас болып кетті. Ағасы болған Даниэлдің бірінші істегені Мэй Инге үйге қайту керектігін айту болды. Даниэлдің сөзіне құлақ асқан Мэй Ин үйге қайтты. Бірақ табалдырықтан кіре сала тағы да күмәнданды. Қайтадан кетемін дегенде сыртта қиналып қайғысын тарқатып жүрген Ли Джиян дәл кіреберісте оны көріп қалды. Расында да бет-беделдеп өз-өзін қинап жүргені анық болды. Ли Джиян Мэй Инмен қол қойған келісімшарт некені алып шықты. Мүмкін дәл осы келісім Мэй Иннің жүрегін жаралағанын, соның кесірінен Мэй Ин оны қабылдай алмай жүргенін ойлап қатты өкінді. Сол күні Ли Джиян аса жоғары құрметпен бір ұлы дизайнерді қарсы алды. Ол келгенде қуаныштан жарылардай болды. Бірақ келген адамның кім екенін көргенде қадалып қарап қалды. Өзі асыға күткен атақты дизайнер дәл сол әйелі айналшықтап жүретін Даниэл болып шықты. Қазір Даниэл де өзіне діни қызметкер деп қате түсінілгенін түсіндірді. Бұрынғы келіспеушілікке қарамастан екеуі бұл сауда серіктестігінен бас тартқан жоқ. Керісінше, тіпті аспан құлап жатса да келісімді жүзеге асыруға бел буған. Ли Джиян Даниэлдің мақсаты Мэй Ин үшін екенін түсінді. Осы келген ниеті жақсылық емес екені анық еді. Даниэл де жасырған жоқ. Барлығы Мэй Ин үшін екенін мойындады. Сондықтан ешқашан мойымайтын Ли Джиян Даниэлмен бір-ақ мәрте күш сынасуға бел буды. Бірінші сайыс тез арада басталды. Ол таңғы жүгіру еді. Екеуі де барлық күшін жұмсады. Тіпті аяқтары сезімсіз болып бара жатса да, аяқтарын алға сүйреуге мәжбүр болды. Бұл кезде Ли Джиян біраз әділдікке қарсы жеңді деп айтуға болады. Бірақ оның ойынша соңғы жеңіске жету ең маңыздысы. Аздап амал жасауда тек күш көрсету жолдарының бірі ғана. Бірақ тез арада Ли Джиян мен Мэй Иннің бал айы жақындап қалды. Екінші әпкесі жарлардай болған үлкен құрсағын сүйретіп, күйеуімен бірге Мэй Иннің үйіне қонаққа келді. Мэй Ин мен Ли Джиян шын ғашық жанұя сияқты көріну үшін әпкесінің алдында амалсыздан рөл ойнауға тура келді. Олардың шебер ойынының арқасында сырт көзге олар талай адам қызығатын өте бақытты жұп болып көрінді. Сол кезде екінші әпкесі төртеуі бірден жолға шығатын шағын саяхатқа баруды ұсынды. Сөйтіп, төртеуіне қоса екі құрсақтағы бала бәрі бірге серуенге шықты. Кемеде Мэй Иннен неге кенеттен ренжігенін сұрауға мүмкіндік тапты. Ол өз әрекеттерінің Мэй Инді ренжітетін еш себебі жоқ деп ойлады. Тек оған қамқорлық жасап, мейірім көрсеткен ғана еді. Мэй Ин де сезімін жасыра алмады. Ренжіп, Ли Джиян неге уәдесін орындамай, сабын зауытын қоқыс компаниясына сатқанына ашуланды. Өз таза туған жерін, жер асты қанша аталарының сүйегін жапқанын ойламай, Ли Джиянның уәдесін бұзуы арқылы аралдағы адамдардың рухани тірегін қиратып, аталарын қоқысқа көмгенін түсіндірді. Ли Джиян осы кезде Мэй Иннің неге ашуланғанын түсінді. Сәтті түрде жағдайды түзеткенін білді. Дәл осы кезде фактілерді мақтанышпен айтпақ болып жатқанда, екінші әпке жұбайымен бірге тосқауыл жасап, Мэй Иннің сөзін естіп, ашуланып, Ли Джиянды айыптап, тіпті түсіндіргенге мүмкіндік бермей, өзенге тастамақ болды. Екінші әпке жұбайымен бірге Ли Джиянның сезімтал жерлеріне шабуыл жасады. Өз туған жерін қиратып, уәдесін бұзған Ли Джиянға сабақ бермек болды. Нәтижесінде екінші әпкесі аяқ астынан толғатты. Өкінішке орай кемеде дәрігер жоқ. Сондықтан қол қусырып қарап тұрмай, өздері босандырып алды. Бәрі аман-есен туған соң, жаңа туған баланы көріп, Ли Джиян өз баласы қандай болатынын ойлап, оны құшақтап, жаңа өмірдің әкелген бақытын сезінді. Осыдан кейін екі адамның арасындағы түсінбеушілік жойылып, махаббат тағы бір деңгейге көтерілді. Ли Джиян Мэй Инді бірге жатуға шақыра бастады. Бастапқыда Ли Джиян Мэй Инге ешқалай шабуыл жасамаймын дегенмен, бірақ ол сөзіне тұра алмады. Шыдай алмай, Мэй Инге шабуыл жасады. Бір түнгі сезімдер артқаннан кейін екеуінің қатынасы шынайы жұпқа айналды. Бұрын Мэй Ин жұмыс орнында әріптестердің қысымына ұшыраған. Қазір Ли Джиян Мэй Инді қаржы магнатының әйелі ретінде сол заң фирмасына қайтарып, жапсырма сияқты әлсіз имиджін жоққа шығарып, сенімін қайта қалыптастырғысы келді. Мэй Ин Ли Джиянға ризашылық білдірді. Олар директордың кабинетіне кіргенде бір әйел отырды. Ли Джиян кенеттен күтпеген әйелге ғашық болып, оның күтпеген жерден сүйікті болғанына таң қалды. Бірақ бұрынғы қыз досы кенеттен қайтып келді.
Ли Джиянның некеде екенін білмей, сол дос Мэй Иннің алдында сүйіспеншілігін көрсете бастады. Мэй Ин ыңғайсызданып, өзін Ли Джиянның әріптесі ретінде таныстырды. Бұл жағдай Ли Джиянды таңғалдырды. Мэй Ин неге өтірік айтты екен деп түсінбей қалды. Ал мейірімді Мэй Ин болса, Шило қазір дайын еместігін, әрі ұзақ уақыттан кейін қайта қауышқан қуанышты сәтте ауыр соққы алмасын деген ниет екенін түсіндірді. Ли Джиян Мэй Иннің кеңесін қабылдады. Тек досы тынышталып, кейін шындықты айтуға шешім қабылдады. Досының келуі Мэй Инді Ли Джиянға деген сезімінің қуанышынан оятып жіберді. Ол сыртта ешқалай әсерсіз болып көрінгенімен, ішкі дауысы өзін артық деп ойлатты. Тек бала үшін Ли Джиянмен бірге екенін сезді. Бәрібір Ли Джиян бір күні өзін тастап кетеді деп сенді. Жаңа махаббат көрінісі досының келуімен сәл қиындап кетті. Аспаннан қатты жаңбыр жауып тұрды. Бір сәтсіз жағдайдың болатынын аңғартып тұрғандай еді. Бірақ дәл сол кезде Ли Джиян Мэй Инді үйге әкеп, Мэй Ин қайта кетпек болып, Ли Джиян оны тартып алды. Екі жаққа да әділдік болмайтындықтан біреу зардап шегуі керек болды. Ли Джиян өздерінің некелескенін айтты. Ли Джиянның некесі досының жан дүниесін шайқап, сенуге және қабылдауға болмайтын жағдай туғызды. 6 жылдық сезім бір айға жетпей артқа тасталды. Тіпті некеге отыра кетті. Шынымен үлкен қателік болды. Досы Ли Джиянның бала үшін ғана үйленгенін білді. Бірақ оның ойынша, Мэй Инмен бірге бақытқа жету үшін шын жүректен өмір сүру керек. Ли Джиян өз сезімін қалай көрсету керегін білмеді. Екі адамның енді ғана лаулап келе жатқан сезімі де Шилоның пайда болуына байланысты қайтадан біртүрлі алыстап кеткендей болды. Осы күні бір мүмкіндік туып, әжесі Мэй Инді қайырымдылық кешіне апарып, беделді ортаға таныстырғысы келді. Бірақ сыртта Мэй Ин жайлы жағымсыз сыбыстар тарап кеткен. Мэй Инді алаяқ әйел деп айтып, әдейі Ли Джиянға жақындап кейін балалы болып, ақырында өз мақсатына жетіп тіпті кедей қыздан ханшайымға айналды деп айыптады. Осы сыбыс Ли Джиянның өгей анасының арқасында тараған. Мэй Ин күлкі мен мазаққа ұшырап, қатты күйзеліске түсті. Ол ештеңе айта алмай, тек қашуға мәжбүр болды. Бірақ Шилоның достары жолын кесті. Стақандағы суды Мэй Инге құйып, ұятсыз деп айқайлады. Мэй Иннің ар-намысын қорлады. Дәл осы кезде Макаода Мэй Инге зиян келтірген бұрынғы жігіті келді. Сол жігіт Макаода Ли Джиянның алдында болғанын есіне алып, Мэй Инді мазақ еткісі келді. Ең жаман жағдайда ол сахнаға шығып, Мэй Иннің бұрынғы өмірін айтып, қалай бала арқылы Ли Джиянды өзіне қаратып, өзіне арналған адамға айналдырғанын жариялады. Осы сәтте Мэй Ин күлкі мен айыптау ортасында қалды. Бірақ дәл сол кезде Ли Джиян пайда болды. Бұрынғы жігіт бұрышта үнсіз тұрғандай болды. Ли Джиян мойындады. Ол Мэй Иннің жүкті болғанына байланысты үйленгенін айтты. Бірақ кейін музыкантты шақырып, әйелінің алдында сүйіспеншілік білдірді. Мэй Ин ерекше, қарапайым, бірақ қымбат және сүйікті әйелі екенін айтты. Ли Джиян сырттағы сыбыстардағыдай қызға сезімі жоқ емес. Барлық адамдардың алдында Мэй Инді сүйікті әйелі деп ресми таныстырды. Бұрынғы жағымсыз сыбыстарды жоққа шығарды. Мэй Инді ең бақытты әйел етті. Бұл әлі аяқталған жоқ. Ли Джиян Мэй Инді өзенге апарып, романтикалық әндермен сүйіспеншілігін тағы білдіріп, фейерверк дайындады. Мэй Ин қуаныштан көз жасын ұстай алмады. Ол мұндай бақытқа ие боламын деп ойламаған еді. Екеуінің сезімі мықты негізге түсті. Шило Ли Джияннан оңайлықпен бас тартқысы келмеді. Ол Мэй Инге Ли Джиянның тек бала үшін ғана онымен үйленгенін айтты. Бала мен жауапкершілік үшін қосылған ерлі-зайыптылар ешқашан бақытты болмайтынын жеткізді. Мэй Ин шындықты түсініп, тез арада есін жисын деп үміттенді. Әрі бұлай қайғыға батып өмір сүре беруіне болмайтынын айтты. Шилоның сөздерін естіген Мэй Иннің жүрегі тағы да мың түрлі ойға тола бастады. Шило кетіп бара жатқанда ол байқамай Даниэльмен соқтығысып қалды. Шило сыртқа шығысымен шешесі оны қатты шапалақпен тартып жіберді. Ол Шилоға енді сезімге алданып жүрмей, оңайлықпен келмеген мансап армандарын қорғау керегін айтты. Бұл көріністің бәрін Мэй Ин мен Даниэль өз көздерімен көрді.